қыркүйек 09.09.2018 сағат таңғы 11 кездері бұл жаңа видео жаңа влог келді. Мен ғана ұйқыдан тұрдым, кейде жуынып дала шықтым, себебі видео влог түсіремін деген алдынан бері салып жатқан дайын болған шығар, ешкім жоқта барайын деген, бірақ әлі салып жатыр ау деп. Ана қараңыздар, ана жерде кішкентай бала, анандай жерде кішкентай бала тұр, мына жағында прицелмен КамАЗ, ар жағында Ауди кетіп бара жатыр. Ал жол кішкентай ғана. Не айтам дедім, мен қазір ұйқым дұрыс қанған жоқ, ұйқым келіп тұр. Бүгін жексенбі, 9 қыркүйек. Алдында видеоға фото түсіргенмін. Мына жерге площадка салып жатқан. Екі ағаштан скамейкасы бар, турнигі бар, брусья аудим. Тротуардың қасынан қазір өтіп бара жүремін. Бұл жерде алдынан бері салып жатыр адамдар. Егер қазір адамдар болмағанда, адамдар болмаса мен барып видеоға түсіріп көремін дегенмін. Бірақ ойлап тұрмын, бұл цемент қатты ма, әлде қатпады ма деп. Себебі алдында бері мен видеоға фотоға түсіріп жатырмын. Ең бірінші жерді тазартқандарын, құм төсегендерін, кеше әке орнатқандарын, одан кейін цемент құйып үстіне қойғандарын. Екі мусор шелектері бар, 2 скамейка, 2 турник. Ар жағында брусья деймін, қателеспесем. Әлде басқа ма? Айтып жүрсеңіздер. Жаңа жерден бір ағай өтіп кетті. Мынау қазір барып тартылсам. Достар, турникке брусья тартыла аласыздар ма? Мен өз басым турникке тартыла алмаймын дұрыс. Вообще тартыла алмаймын турникке. 0. Көшке қатып жүргенде біреу, екеу ғана тартылатынсың. Бүгін ешкім жоқ сияқты. Демалыс күні. Жақында барып берейік. Ар жағынан бір ағай өтіп кеткен. Цемент писат. Әлі дайын емес қой. Турник. Ана жерде айтықшы камера бар еді. Өзі мусор салып кеше ғана орнатқан нәрсе. Орындық. Қызыл үй дегенде бұл не бар? Жастар ағаны. Мына жерге құм төсеп жатты. Еш нәрсеге қазір мінбеймін, естімеймін. Брусья емес екен. Мынау не еді, достар? Ұмытып қалдым. Мен алыстан көріп брусья деп ойлағам ғой. Мынау не? Мына ерлерге дәлі бірден орнатады. Мен еш нәрсе шықман, бұзбайым. Мен күнде балконға шығып фотоға түсіріп терезеден видеоға түсіріп тұратынмын. Мен көлеңкем. Скамейкаға отырып көрейік. Кеше ағаштардың не үшін әкелген осы екен ғой. Ағаштарды әке бос жерде салып. Нормально, отырған кезде адам. Тест-драйв ең бірінші рет, ең алғаш рет мен келдім бұл жаққа. Қол атырдым. Мен ойлағам басында турникке тартылып та көремін де. Мынау әлі краска деймін. Деген краска несі жамандай шығып тұр. Мынау цемент дұрыс қатпаған шығар. Бұрындар наеріне шығып кетті. Мынау турник емес, мынау брусья. Кешіріңіздер достар. Турник әлі орнатылмаған. Мынау екеуі брусья, иә. Мен бұлар турник деп жүрсем, брусья, иә. Қателесіп айтып жатырмын. Кетінай қарып көрейік. Кім бар екен? Ар жағында есік жауып сатты. Ар жағын адамдар өткізіп жүр. Тек кетіңіздер, иә. Біз ашпаймыз. Кетейік. Бір түрлі қорқынышты, жалғыз өзім жүрген кезде. Видео влог, достар, бұның
алғашқы бөлімдерінде салам. Балконнан терезеден көрген қалай салып жатқандар. Секірсіз қоңсыз ана жерде екі қыз ит кетіп бара жатыр. Ана жерде машина кетіп бара жатыр. Ана жерде тағы машиналар келе жатыр. Екі брусья, ана жердегіні түсінбедім. Міне мынау брусья, мынау екі скамейка, мына екі мусорный ящик. По бірдеңе, короче. Ал мынау тоже брусья, бірақ мына не екенін түсінбедім. Достар, айтып жүрсеңіздер комментарияға. Мынау не? Мен тупоймын, бірақ айтып жүрсеңіздер сіз енді білетіндерін. Әлі мына жерге екі нәрсе орнатады. Ойлаймын, турник орнатады деп орнатады. Турник жақсы ғой. Турник орнатады шығар енді осы жерде. Прочетано бүктеді екен, иә. Мынаны түсінбей тұрмын. Мынандай жерінде екі несі бар, трубасы. Мынандай үштік қызыр қараңыз. Мынандай қадап қойған. Мына цемент қатпаған жерге түрі бүктіріп. Еш нәрсе ұстамаймыз. Қазір мен анан қараңыздар, мысық өтіп бара жатыр. Кыс. Кім мысықсың, ей? Қай райондықсың деген ба? Кім мысықсың? Кыс. Мүмкін ол мысық емес шығар. Сәлем деп қуып кеткен ба? Бара бермеймін артынан. Может, ол мысық емес шығар, деген ба? Блин, қорқынышты. Қазір мен өзім ойлап тапқан штативімді қоямын. Короче, KFC-де бар ғой, иә? 2016 жылы KFC, камераның қасында. Мына қарап отырайық. KFC-ге барған кезде ол кезде әлі каналымды ашып жауып тастағанмын, орысша каналымды. Бірақ сол кезде де видео түсіріп жүрдім. Бірақ видеолар галереямда қалды. Сондықтан KFC-ден андай кола құйып берген ыдысты алып кеттім. Одноразовый стаканчик, неден қағаздан жасалып. Соның алдында екі жағын кескенімді планшетті қойып қоясың ғой, иә? Әлгінің қаттауы планшеттің өзін ұстап тұрады видео түсірген кезде. Сосын мен екінші этажда Астанадағы үйдің несіне соны қойып қоямын да видеоға түсіретінмін. Одан кейін мен осы торғайға келгеннен кейін, екі жыл өтті әлгі оқиғадан кейін. Мынандай одноразовый сары стаканчикті ойлап таптым мамыр айында, иә? Мынаны қойып қойдым да, ананас туралы видео, әлгі мысық туралы, бала мысық туралы видео түсіргенде пайдаландым. Қойып, одан кейін мынандай жерін тиісіпті, не ретінде неге қойып қойдым, дұрыстап. Сіздерге көрсетемін. Ал мынаны жаз кезінде ойлап таптым. Хангсю видеолар түсіргенде. Міне, короче, мынандай одноразовый стаканчик алыптырда екі жағын кесесіздер, бірақ оған кішкентай соткалар болмаса, үлкен соткалар тұрмайды. Қазір мынаны қойып берейік мына жерге. Скамейка біртүрлі екен, иә? Біреу келіп қашыңыз. Қойдым. Лол, біртүрлі екен, иә, бай отырған. Жарайды, кеттік. Бұлай көрінісін кішкене алыстау керек. Алыстаймыз. Көріністім деп ойлаймын енді. Еули достар, осы видеоға лайк басамыз, каналға жазыламыз. Менің Янкира X, Икматты каналдарына жазыламыз, тіркелеміз, подписать етеміз. Колокольчикті басамыз, яғни қоңырау саны, комментарияға өз ойларыңызды жазыңыздар. Мынау не туралы жазыңыздар, комментарияда мынау менің артымдағы не туралы жазыңыздар. Ертең мыналар дайын болғанда қайтадан тартылып көреміз. Яу. Сіздермен болған Дикмак Сил, Янкира X. Кеттік жаққа. Тартайық. Мынау маған скамейкалар ұнайды, отырғанда ыңғайлы. Міне, мынау керемет штативімізді қалтамызға салып қояйық.
еще қалтаға салып жүргенде де оңай бүктеледі да салынып тұрады. Бірақ өте қатты бүктесеңіздер вообще жарамсыз болып қалады. Кеттік машина келіп тұр, ана жақтан өтіп кетейік жолдан. Әрі бұрылып кетті. Жол ережесін сақтаңыздар деп болады. Достар, ананас туралы бөлімдер жақында шығады. Мен 6 минуттық видео түсірдім ананас туралы. Және тағы да келген мысық туралы. Бірақ ол мысық видеода болған жоқ, себебі оны жоғалтып алдық.